Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздерге лахмаджун деп аталатын түрік пиццасының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ұнға ашытқы, қант, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін сұйық май мен суды құйып отырып, өте жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Бетін жауып жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Блендердің ыдысына қызанақ, жуа, тәтті болгар бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны фарштың үстіне салып, қасықпен араластырамыз. Одан кейін біраз қасық томат, 2 сарымсақ және тұз бұрышын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамыр дайын болғаннан кейін оны ұзынша етіп созып, 8-9 бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті дөңгелек формаға келтіреміз және өте жұқа етіп қамыр жаямыз. Қамырды жайғаннан кейін үстіне 1-2 ас қасықтан салмамызды саламыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіреміз. Пиццаны пештен шығарғаннан кейін жұмсару үшін бетін жауып қоямыз. Лахмаджун тағамы дайын, оны кез келген көкөніспен орап жеуге болады. Астарыңыз дәмді болсын.